Баршаңызға сәлем. Динараның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бастырма тағам дайындаймыз. Қызып тұрған қазанымызға осындай аздап май құйдым. Шамаңызға қарай май құясыңыз. Қыздырып алғанымыздан кейін ашылған, жуып тазаланған картоптарымызды осылай салатын боламыз. Бірінші бір жағын сарғышта қылып қызартып аламыз. Қызарып болғанымыздан кейін екінші жағын аударамыз. Осылай жасадым мен. Сарғыш түспейінше болады. Қатты қызарып кетуі қажет емес. Осылай екінші жағында осылай қызартып аламыз. Енді тарелкамызға екі жағы осылай сарғыш болғаннан кейін шығарып алатын боламыз. Етімізді 4-5 қылып осылай турап аламыз. Ірі қылып турасаңыз болады. Картопымыздан кейін қызып тұрған майымызда етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Крышкасын жауып, бір 10 минутқа қойып аламыз. Аздап қуырылғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Бірден тұзын салып жібермеңіздер. Ол кезде етіміз қатып қалады. Осылай қуырып аламыз. Үстіне енді тұзын тастаймыз. Мен сәбіздерімді ірі 4-5 қылып турадым. Жуамызды осылай турасаңыз болады. Ірі болғаны етіміз сияқты турадым мен. Етіміз мінекей қызыл болып, әдемі болып қуырылып жатыр. Үстіне 2 чеснокты жіңішкелеп турап қостым. Үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш салдым. Дәмдеуіштер қостым. Оның үстіне жаңа туралған сәбізімізді, жуамызды үстіне салатын боламын. Үстіне алдын қуырылып алған картоптарымызды осылай тізбектеп қойып шықтым. Үстіне өзіңізді қалаған көкөністеріңізді қойсаңыз болады. Мен осылай петрушкаларды қолдандым. Үстіне орам жапырақтарын осылай алып алдым. Бірімдеп. Үстіне картопымыз үстіне аздап тұз қостым. Үстіне орам жапырақтарын осылай қойып шықтым. Өзіңіздің қалауыңызша көптеу қоссаңыз да болады. Мен 2 қатар қойып шықтым. Үстіне аздап зелен қостым. Қасына томат қоссаңыз да болады. Или помидор болса, орам жапырақтарын қасына қойсаңыз да болады. Үстіне тарелкамды жауып, 1,5 сағатқа қойдым. Жауып, жай отта қоясыңыз. Енді ауысқан орам жапырақтарымызды осылай жіңішкелеп турап, тамағымызбенен бірге желінетін витаминдерге бай, өте дәмді салат жасайтын боламыз. Орам жапырақтарын осылай жіңішкелеп турап алдық. Өзіңіздің қалауыңызша турасаңыз да болады. Мен жіңішкелеп турадым, өте әдемі болып шығады. Үстіне 1 қасық салдым, кіші қасықпенен үстіне тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Қатты мыжғылап езіп тастаудың қажеті жоқ. Ол кезде капусталарымыз қатты өліп қалуы мүмкін. Әдем болмай қалады. Мен ондай қатты мыжғыламадым. Аздап араластырып, бетін жауып қойдым. Араластырып болғанымыздан кейін бетін жауып қоямыз. Мен 3-4 сәбізімізді осылай аршып алдым. Оны теркамыздың ірі жағыменен өткеретін боламын. Ірісімен өткерсеңіз салатыңыз әдемі шығады. Осылай теркада ұзын қылып өткеріп алдым. Өткеріп болғанымыздан кейін аздап тұз қосып, оны да жақсылап араластыратын боламын. Араластырып болғанымыздан кейін бетін оның да 10 минут, 15 минутқа қойып қоямыз. Неке капустамызда, сәбізімізде дайын. Бұны бөлік-бөлік тұзға өлтіріп қойыңыздар.
болмаса екі түрлі болуы мүмкін. Енді үстіне мен аздап екі түрлі болгар бұрышын алдым, жарты түрінен. Әлде салатымыз жақсы шығу үшін көкөністер қостым. Қиярымызды да осылай жіңішкелеп турап алдым. Қызанақты да осылай жіңішкелеп турайтын боламын. Өзіңіздің қалауыңызша турап алсаңыз болады. Менікі осылай турап болдым. Үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш қосатын боламыз. Мен чеснок үстіне аздап паприка қостым. Оның үстіне қатты қызып тұрған майымыз үстіне құйдым. Енді салатымызға қосып араластырамыз. Үстіне дәмдеуіштер қостым. Жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте жеңіл салат болғандықтан, қандай тағамдарға болсын, қасына жеуге өте жасалуы да оңай, өте дәмді, көп нені қажет етпейді. Мінекей тарелкамызға саламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мінекей қонақтарыңызға қойсаңыз да өте дәмді. 1,5 сағаттан кейін тамағымыз пісті. Осылай бетіндегі тарелкаларымызды алып тастаймыз. Орам жапырақтарымен осылай астына төсеп алдым піскен. Мінекей көріп тұрғаныңыздардай өте дәмді, оңай. Мінекей картоптарымызмен жиектерін қойып шықтым. Еттеріміз де сочный болып піскен. Сәбіздерімізде, картоптарымызда езілмеген, көріп тұрғаныңыздай өте әдемі, дәмді салат шықты. Майын құйдым аздап. Өзіңіздің қалауыңызша бетін әрлесеңіз болады. Үстіне мен жуаларымды осылай турап бетіне қойдым. Салатымыз да дайын, тағамыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.